Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте қарапайым және тез дайындалатын мини чебуректердің рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Електен өткізілген ұнымыздың үстіне кішкене сұйық майымызды және тұзды суымызды құйып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болмау керек және өте қатты болмау керек. Міне менде осындай көбірек қамыр шығады. Осы қамырды мен екіге бөліп, бір зуалы қамырдан жұмыс жасайтын боламын. Біреуін тоңазытқышқа салып қоямын. Оны кез келген уақытта алып қолдана беретін боламын. Сіздер де осылай жасап қойсаңыздар болады. Енді осы қамырымызды ие қанғанша 15-20 минутқа қоя тұратын боламыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына жусай, жұмыртқа және тұз бұрыш керек болады. Жусайымызды өстіп майда бөліктерге турап аламыз. Үстіне тұз бұрышымызды қосып, жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Және де салмасына кез келген фарштан және бауырдан, күріштен жасасаңыздар болады, өз еріктеріңізде. Мен бүгін жусаймен осылай жұмыртқамен араластырып жасап жатырмын. Табамызды отқа қойып, үстіне сұйық майымызды құямыздағы салмамызды жақсылап қуырып алатын боламыз. 4-5 минуттай қуырып аламыз. Міне біздің қамырымыз 4-5 минут қуырылып болды. Енді астын өшіріп, бір шетке қоя тұрамыз да қамырымызды дайындайтын боламыз. Қамырымызды жұқалап жайып, қамырымыздың қалыңдығы өте қалың болмау керек және жұқа болмау керек. Видеода көріп тұрғандарыңыздай болу керек. Және де осылай арнайы дөңгелек ыдыстармен ойып алсаңыздар болады. Не болмаса асыққан кезде 4 бұрыштағы кесіп алсаңыздар болады. Мен осылай екі түрін көрсетіп жатырмын сіздерге. Ішіне салмамызды салып, жақсылап шетін бекітіп, және шанышқының көмегімен басып шығатын боламыз. Енді қызып тұрған майда мини чебуректерімізді қуыратын боламыз. Міне осындай әдемі және дәмді чебуректер дайын болып шығады. Жасап көріңіздер. Міне біздің мини чебуректеріміз дайын болды. Жасап көріңіздер. Және менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, және қоңыраушаны басып кетіңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет. Ас болсын.